Иә, мен Жалағаш кентінің тұрғыны, Әбішев көшесінің нөмір 19-шы үйде тұрамын. Кеше 12-ші наурыз күні таңертең қорамда малды шығарайын деп барсам, кепенің аузы ашық тұр, жібін шешіп кеткен, ішіндегі 6 қойының 1 қойы жоқ болып шықты. Аналық қой еді, қозысы бар тұғын. Содан бірден полиция бөлімшесіне хабарладым. Бірден оперативный түрде жігіттер келді, бәрі ұйымдасқан түрде ізгілікті сотқа дейінгі амалдарын жасап хаттама толтырылды. Мен арызымды бердім. Сөйтіп бірден іске кірісіп, Аллаға мыңға қашыр шүкір, рахмет. Кешке жақын сағат 8 шамасында қойымды тауып әкеліп берді. Қозысымен маңырасып, қозысы еміп, көңіліміз жайлы болып қалды. Сондықтан да аудандық ішкі істер бөлімінің басшыларына, жалпы қызметкерлеріне мыңда бір алғысымды айтамын. Өркендерің өсе берсін, абыройлы болыңдар. Халықтың қамын ойлаған сіздерге көп рахмет. Табыстарыңыз молая берсін, атақтан атаққа жете беріңдер, абыройлы болыңдар, өркендерің өссін. Мыңда бір алғыс. Қазіргі кезде осы алғысымды білдіріп, ризашылығымды білдіріп, осыны айтып отырмын. Өмірлерің қоза берсін, денсаулықтарың мықты болсын, абыройлы болыңдар. Халқымыздың қалқаны болуға мен тілектеспін. Сондай абыройға жете беріңіз. Рахмет.